Көрші сіз өмір бойы қоян қолтық бірге өмір сүретін жандар. Дана халқымыз қиямет күні көршімен деп бекер айтпаса керек. Көршілер сізге бөтен адамдар, сізге ешқандай жақындығы жоқ. Кейбіреулерін айтпағанда. Аралас құралас өмір сүргендіктен көршілеріңізді туған туысыңыз сияқты жақын көруіңіз мүмкін. Бірақ ұсақ түйекке бола аяқ астынан кешегі сіздің дос көріп жүрген көршіңіз сізге дұшпан болып шыға келуі мүмкін. Сол себепті өзіңізді осындайдан сақтандыру үшін ешқашан көршілеріңізге өзіңіздің жеке өміріңізді, отбасыңыз, балаларыңыз, туған туыстарыңыз, алға қойған жоспарларыңыз туралы айтпаңыз. Әсіресе туған туыстарыңызды көршілеріңізге жамандамаңыз. Себебі ойламаған жерден көршілеріңіз сіздің дұшпаныңызға айналса, сіздің барлық сырларыңызды білетін көршілеріңіз үшін сіз ашық есік боласыз. Сол ашық есіктен, яғни сіздің сырларыңызға қанық көршілеріңіз сізге ауыр соққы береді. Ал сіз ол соққыға төтеп бере алмауыңыз мүмкін. Ол ашық есікті өзіңіз жасағандықтан қорғануыңыз да әлсіз болады. Сондықтан өзіңіз де жақындарыңыз да зардап шегеді. Егер көршілеріңізбен араларыңызда араздық болса, не істеу керек? Олардың сізге жасағанын өзіне дәл солай қайтарым ретінде жасауға болады. Бірақ бұл соғыс бірнеше жылға созылып кетіп, сізді әбден қажытуы мүмкін. Ең дұрысы, көршілермен сырласпай, өз ата-анаңызбен, туған бауырларыңызбен сырласқаныңыз дұрыс. Көршілермен тек басқа тақырыптарда әңгімелескен дұрыс болар.